да. Маған ақша бересіз ба? Мен құрбыммен дүкен аралайын деген бүгін. Қанша керек? 50 мың берсеңіз жеді. Болды. Көкем бүгін бір пенсиясын алған ғой дей ма? Ата маған да бір 5000 теңге беретін айлық түспей жатыр еді бізге де. Уайымдама. Саған өзім берем. Сен көкеме ғана емес, апама да пенсия түскен ау деймін. Ата, маған ше. Ой, айналайын сол. Басқасына бермесем де саған берем. Құдайым. Ту, ата. Өйтіп қатты еркелете бермеңізші. Ақшаңыз өзіңізде қалсын, керек емес бермеңіз. Ой, өз қалтамнан шығарайын деп отырған жоқпын. Серік, Әселге 50 мың бер. Ай, Берік. Сен ана Айдарға 5 мың бер. Маған ше. Бер. Сен шешеңнен ал. Ема, сіздер менен сұрамайсыздар ма? Бар ма, жоқ па деп? Ой, сендерге қызықсыңдар ей. Жүргізушілерге айыппұл салған кезде ақшаң бар ма, жоқ па деп сұрамайсың. Не ғой, апа? Кешке ана түгіншектер келеміз деп жатыр үйге. Ана етті шығарып кетейін ба? Ай, солар осы біздің үйге келгіштегісі кеп тұрады екен. Өздері неге шақырмайды? Қонаққа бара алмай жүрсің бе? Алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық деген. Еште кетпейді, келе берсін. Мынау екен ғой, шақырып жүрген. Енді айналада сөйлесетін, әңгіме айтатын шал жоқ қой. Ішін пысқаннан кейін шақырдым. Ішің бұсса, мына менімен сөйлес, менімен. Ал, қолдарын жайындар. Бата берейін. Ал, Бәрі қымбатты бат. бақ қонып қыдыр дарсын. Серігімнің жолы оң болсын. Әмин. Берік баламның жолы ақ болсын. Айдардың қадамы нық болсын. Күйдір. Әселдің абыройы биік болсын. Еркештің сабағы оң болсын. Айгүлдің ауруханасы бос болсын. Әумин. Әмин. Рахмет, ата. Оқасы жоқ. Рахмет, ата. Ақшаны біз береді екенбіз да, алғысын бәрін көкем алады екен да. Сендердің әкімшіліктерін сияқты ғой. Әр қазақтың баласының ақ жолықты апасы бар, ақ апаның ақ самайлы арқа сүйір атасы бар. Аталардың бәрі дана, ақыл айтар солар ғана, жол күзеткен тұңғыш ұлы Серік деген баласы бар. Ел арасын жалғаған айналайын келінен, айгүлдей бір медбике ақ халатқа киінген. Күніменен түніменен пайда көрем деп несиеден, Берікте жүр бұл үйде ақша сана күйінген. Әсел ару қыздары жүрген риза болып, ал Айдардың үнемі ешкімменен шаруасы жоқ. Атасы мен апасының еркешей бір баласының еркесінің бұл үйдің таусылмайтын сағды. Бұл отбасы пәленшектер. Саламатса. Саламатсың ба? Дәрігерсіз бе? Енді менен басқа біреу отырма деп қалдың ғой. Мен келіп едім, кірсем болады ма? Кел. Ау, не болды? Ішін жапшы ананың. Ау, жан, не болды? Не болды, айтсайшы. Шынымды айтсам, өзім де білмеймін. Үйде отырса, жыламайды, далаға шықсақ болды, жылай береді. Қанша көндірсем де қоймайды. Сонда үйде тұрғанда жыламай ма? Жоқ. Далаға шықсан жылайды деген? Я, көмектесіңізші. Ба. Бұл қалай көмектеседі? Енді ана бетің бояуын сүртсейші, мына байғұс бала басқа біреудің мамасы екен деп ойлап қалып тұр ғой, танымай сені. Ай, құста не? Сүртіп кеш бар бетінде. Кешіріңіз. Балам шынымен жылаған қойды. Рахмет сізге. Көрдің ба, әп әдемі тұрын. Не болды сонша бат? Рахмет үлкен. Жақсы, қойды ма жылаған? Иә, қойды. Жақсы, боянбай енді. Ахай. Ассалаумағалейкум. Жайша тоқтаттыңыз ба? Аға лейтенант Пәленжиев Серік, сіз жол ережесін бұздыңыз, бағдаршамның қызыл түсіне өттіңіз. Сондықтан сізге айыппұл толтырамыз. Патрульдік көлікке өте беріңіз. Сержант! Ассалаумағалейкум ағасы. Аға лейтенант Пәленжиев Серік, Не болып қалды? сіз жылдамдықты асырдыңыз. Сондықтан айыппұл толтырамыз, патрульдік көлікке өтіңіз. Жылдам.
Сержант, бар ана көлікке бар. Ана қызметтік көлік бар, отыра беріңіз. Сержант! Отырыңыз. Секе, болып тоқтатып ешкімді. Не? Ол ананы қарасаңшы. Не? Ой, бе! Жаман қатты жұмыс істеп тастаппын ғой, я? Алло, әсем қанай қызы? Сәлеметсіз бе? Бұл пәленшей берік қой. Мен қазір аудан әкімінің орынбасарымын. Кешіріңіз, уақытым жоқ сөйлесуге. Алло, Роза апай? Пәленшей берік қой бұл. Я, әкімшілікте істеп жатырмын қазір. Әкімнің орынбасарымын. Жиналысқа кіріп барадырмын, сосын хабарласам. Алло, Мырзахан ағай, ассалаумағалейкум. Пәленшей берік қой бұл. Таныдыңыз ба? Мен қазір әкімнің орынбасарымын. Жақсы, кейін хабарласам. Кімдермен сөйлесіп келсің? Мұғалімдерім ғой. Кезінде, ой, пәленшейіп, сенен дым шықпайды деп айтқан ғой. Директордың нөмірін тауып алу керек еді. Ана иіссуды көрсетесіз бе? Сәлеметсіз бе? Иә. Ол иіссудың бағасы 75 мың теңге. Сеуіп көрейін? Иә, әрине. Онша емес сияқты. Иә? Онша емес. Иә, онша емес. Маған жараспайтын сияқты. Рахмет. Жарайды. Анау помадаңызды көрсетесіз бе? Мынаны ма? Иә. Иә. Бұл помаданың түсі ерекше. Сізге жарасады деп ойлаймын. Бұл жараспайтын сияқты. Иә, жараспайды. Иә. Ашпайды сені. А сізде тоналка мен подводка бар ма? Иә, әрине. Осы подводканы берейін, осы жақсы, және де тоналка. Міне. Пудра. Жараспайтын сияқты. Бұл жанамай қалды ма? Иә, бір андай бір сапасыз ба? Жоқ, маған керек емес бұндай. Пудраңызды ала салыңыз. Жарайды онда, сау болыңыз. Сау болыңыз. Сен бір тиын төлемей күштілеп боянып алдың ғой? Сасың ғой? Оны қойшы, ана дүкенге барып, қазір қымбат көйлектермен фотоға түсеміз. Иә. Қайсыңдар іштер? Қайсын? Сендер ма сыпырға тапсырыс берген? Иә, біз. Мә, Рахмет. Сонымен балалар, бүгін мен сендерге өте қызық тапсырма дайындап келдім. Мен сендерге қазір өлең жолдарын оқып берем, ал сендер сол өлеңнің авторын табуларың керек. Біразымыз екі алайын деп тұрмыз ғой. Жақсы, олай болса мұқият тыңдайық. Жақсы ма балалар? Ақ сиса, қызыл сиса, сиса. Қалмайды кімде жаяу зорлық қылса. Шорманның Мұстафасы атымдалып, атандым сол себептен жаяу мұса. Апай, бұл жаяу мұсаның әні ғой. Дұрыс айтасың. Отыр Әлібеков 5. Ал балалар, келесі өлең жолдары. Аударма қалпақ, жез телпек. Хандар киер көзіне. Кімдер әуес болмаған? Молдабайдың әніне. Мен білем, апай. Бұл Молдабайдың әні. Дұрыс айтасың, Көшке, 5 отыр. Ал балалар, енді соңғы өлең жолдарын оқып берейін. Кім табады екен? Мен едім, мен нарында жүргенде, еңіреп жүрген ер едім. Исатайдың барында... Апай, Исатайдың әні ғой. Отыр 2. Пәленшеев. Апай, сіз онда мен өлең тауып көріңізші. Қыз балла гүл, қыз балла жүрден кімді өлең ал? Серік Ибрагимов. Жоқ, өзбек әнші, Шахрух деген өзбек әншінің өлеңі ғой.
Ай, пәленшеев. Досымын ауырып қалған сияқтымын дей. Ой, құдайым-ай. Қайдағыны шығарасында отырасың осы. Жоқ, дене қызуым жоқ. Бірақ сонда да маған жақындамашы. Ой, саған жақындайын деп отырған мен жоқ. Қай жерің ауырып отыр? Тамақтың дәмін сезбей отырмын. Не дейді? Сен онда бар бөлмеңе бар да жат, шықпа. Сен маған ешкімді кіргізбе. Сосын мына жердің бәрін тазалап шық. Тазалайым, я. Жөтелме маған қарап. Адыраспа, мен тазалап шығайын мен жерді. Осы біреу. Ей, мына тамаққа тұз салуды ұмытып кетіппін ғой. Әй, шал, бері кел. Дәрігер, маған соңғы кездері неше түрлі нәрсе елестетін болып жүр. Мысалы? Алдында күйеуім дос екеуі үйге кеш келді. Күйеуімнің иығында ұзын сары шаш көрдім. Бірақ күйеуім дос екеуі еш нәрсе көріп тұрған жоқпыз деді. Жоқ, мүмкін шынымен сенің көзіңе елестеген шығар енді. Жоқ. Одан кейін күйеуім дос екеуі аңға барып келген болатын. Келген соң қарасам, мойында қып-қызыл помада тұр. Тағы да күйеуім дос екеуі еш нәрсе жоқ деді. Тағы не көрдің? Кеше ғана күйеуім жұмыстан кеш келді. Арқасының бәрі тырналған. Бірақ күйеуім тағы да ондай еш нәрсе жоқ дейді. Мүмкін менің көзім нашар көре бастаған шығар. Айтыңшы, не істесем болады? Енді бұндай жағдайда бар ғой, мен саған бір-ақ нәрсені айталам. Ахметов! Бер кет. Қазір үйіңе мына жігітті ертіп барасың. Сосын? Сосын күйеуің сұрайды, мынау кім қасындағы десе, мен ештеңе көріп тұрған жоқпын дейсің. Аға лейтенант Пәлімжиев Серік, құжаттарыңыз. Салам алейкум, Сәке. Ереже бұзғаным рас. Мүмкін 10 000 теңгеңізді беріп жүре беремін. Қайдағы 20 000? Сенден маған парасын тұрсың ба не, а? Қойыңыз, мен сізге 15 000 теңге пара берем деген жоқпын. Ой, сонда сен маған 30 000 теңге беріп, айыппұлдан құтылып кетемін тұрсың ғой, а? Жоқ, сіз 25 000 теңге дегенде қайдан алып тұрсыз? Сонда мен 40 000 теңге үшін абыройын төгет деп ойлайсың ба? Жоқ, сіз мені мүлдем дұрыс түсінбедіңіз. Мен 35 000 теңге берейін деп айттым деген. Қазір 50 000 теңге деген ақша ма? Жарайды, келістік, 50 000 болса 50 000. Келсесің ба? Мына жерлерге қолымды қой. Сосын айыппұлды барып төлеп таста. 50 000 теңге? Ақшаң бар екен ғой 50 000 теңге. Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабақтарың қалай? Сәлеметсіз бе? Бізде барлығы жақсы. Мектеп жып-жылы, сабағымызды тек беске оқып жатырмыз. Жарайсыңдар. Әнеке, әкім ағамызға арналған тақпағыңды айта алайын. Әкім біздің атамыз, әкім біздің данамыз. Қош келдіңіз біздерге, бұл әкім атамыз, бұл әкім атамыз. Әргелі өте жақсы екен. Бірақ келесі жолы әкім деген жерін әкім орынбасары деп өзгертіп қой, а? Жүріңіз, мына жақтан жаңадан салынған спорт залды көріп жіберіңіз. Жүріңіз. О, мына есіктің ар жағында не бар? Ол жаққа кірмей қойыңызшы. Не үшін кірем? Сіздер үнемі осылай қыласыздар. Жоғары жақтан біреу келсе, әдем жерлерді көрсетесіздер де, осындай есіктің ар жағын көрсетпейсіздер. Мен сізге 150% берем. Мына есіктің ар жағы бычты шығып жатыр. Қазір тексеріп көреміз. Айналайын-ау, қалай жұмыс істеп жатсыңдар сендер? Мына жерге киім ауыстыру бөлмесі деп жазып қоймайсыңдар ма? Ақша бөлінді ғой. Әсел, қараш.
Көйлек қалай? Маған жарасатын сияқты, я? Негізі бар ғой, жарасып тұрған жоқ. Сені біртүрлі семіз қылып көрсетіп тұр, я? Рас па? Я. Алмап тұр. Жарайды. Мына шалбар қалай? Қазір модта ғой осындай. Күшті сияқты, я? Балаға қысқа ғой. Мүлдем жарасып тұрған жоқ. Бас киім қалай? Не болды? Сен қуасың ба? Сенің талғамаңа не болған? Киім мүлдем жарасып тұрған жоқ. Ауыстыршы киіміңді, мына жерде саған ештеңе жараспайтын сияқты ғой. Бол. Ана киімдерді маған жеке салып бересіз бе? Мен аздан кейін алып кетем, жарай ма? Жарайды. Маған жақсырақ жарасатын сияқты. Қайда? Сірінсі. Ламан жейсіз ба? Өттем, дәмді ламан, 1000 теңге. Рахмет, керек емес. Керек емес пе? Жемейсіз ба? Өте дәмді негізі. Жоқ, рахмет. Мүмкін мына үй жеп көретін жер. Не болды? Ламан жейсің ба бауырым? 1000 теңге. Өте дәмді. Ыстық кәдімгі, өте дәмді. Жейсің ба? Мына 1000 теңге. Жоқ, жемеймін. Жемейсің ба? Жоқ. Дәмін көрсе ем онысы. Жоқ, рахмет. Мына тапсырсын мекен-жайы қай жерде еді? Ұмытып қалғаным қай жерде еді? Мына үй жеп көретін жер мүмкін. Ну что же, уважаемые ученики, сегодня в нашей программе «Жизнь и творчество Льва Николаевича Толстого». Толстыйдан бастап дым түсмеді. Поленшиев, хватит поясничать, а то сейчас выгоню тебя из класса. Апай маған бір нәрсе деп жатсыз ба? Поленшиев, ты притворяешься или правда не понимаешь? Апай бір қазақша араластырып сөйлейінші, түсініп жатырмын. Все, Поленшиев, ты меня разозлил. Ставлю тебе 2. О, 2. Неге қуанып жатсың, 2 алдың ғой? Енді 3 алым, 2-ін қосқанда 5 болады ғой. Сен ешкісің бе? Шал? Сенікі жай ма? Жұлды жорамал қарап отырмын. Сен тау ешкісің бе? Адам бір сенбейтін нәрсе ғой мына жұлдыз жорамал деген. Ай, сенбе. Айтсаңшы кімсің сен? Бикешпін. Бикеш, көрейік, Бикеш. Не дейді? Не жазыпты? Екеуміз үйлеспейді екенбіз. Сен осы жұлдыз жорамалды осыдан 40 жыл бұрын неге оқымадың ей? Енді 70-ке келгенде осы жұлдыз жорамал үшін ажырасайын деп пе едің? Тек, қайдағын айтпа. Жай, айтқаным ғой, әңгіме болсын деп. Дегенмен мен кіммен үйлеседі екенмін өзі? Сен ба? Сен ешкіммен де үйлеспейсің, шал. Жұлдыз жорамал солай дей ма? Жоқ. Табиғат солай дейді. Мен солай деймін. Дәрігер, маған тез арада пластикалық операция жасату керек. Ай, қарағым, өзің әп-әдемі жап-жас қызсың. Қай жеріңе жасатасың операцияны? Аяғыма. Жаңа ғана өзім армандап жүрген туфлиді көрдім. Бірақ размер қалыпты. Аяғыма симай жатыр. Енді аяғымды 2 өлшемге қысқарту керек. Неге сенің аяғыңды 2 сантиметрге қысқартатын болсақ, онда сенің басың үлкейеді. Сонда аяғымнан қалған басыма қосып бересіз бе? Жоқ, біз сенің миыңа ми қосып береміз. Аға лейтенант Пәленшиев Серік. Тоқтысың? Ренжімек шаға, машинам тормоз соғып, өзім де тоқтата алмай жүрмін. Бізден қасын ішіп еріп жүрмін бенді? Басқа амалым жоқ енді. Сен мен мазақ қып тұрсың ба? Жоқ аға, шынымды айтам, машинам тормоз істемей қалды.
бірақ сізге де жаяу жүрген пайдалы ғой. Сен қазір бар ғой, көлігіңді бір қамап тастайын ба? Аға енді бірден штраф сайын айдай берейін ба? Ой, маған. Опа, ана қызға демістің. Қызға торымыздың қатысы деген, әкел бер құжатымды. Боң маған. Адамды мазақ қылайын дедің бе? Сержант! Мына көйлек қалай? Енді түсі, моделі әдемі, бірақ бір сәл сені үлкен қып көрсете ма сондай бір нәрсе? Шынымен ба? Мен де солай ойлаймын. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Тапсырсыңыз. Алып келin. Міне. Осы ғой? Осы ғой. Сау болыңыз. Жақсы. Ақыры сыртқа шығып бара жатсың ғой. Мына қоқысты 3-ші қоқыс жәшігіне апарып тастай саласың ба? Жоқ, қалай болады екен мен? Уайымдама, ақшасын төлеймін. Тек қана 3-ші қоқыс жәшігіне апарып тастасаң болды. Тұра, алып кел, қолыма бере сал. Ертерек әкелмейсің ба? Суп қапты ғой. Кешіріңіз аға, ас болсын. Бар жұмысын дұрыстап істе. Сонымен оқушылар, біз бүгін мал түрлерін қалай шақыратынын үйренеміз. Мысалы, сиырды қалай шақырады? Сиырды әукім деп шақырады. Дұрыс. Ал жылқыны қалай шақырады? Құры деп шақырады, апай. Жарайсыңдар. Қойды қалай шақыратынын кім айтып береді? Пішай деп шақырады, апай. Бәрекелді. Ал ешкіні? Ешкіні шөре деп шақырады. Бәрекелді. Кешіріңіз, апай. Сіз директор өзіне шақыртып жатыр. Жақсы. Кәні, тыныш отырдыңдар. Мен тез келем. Ал апайды осылай шақырады. Асығып бар жатқан кезде қырсыққанда тоқтатып алады ғой. Аға лейтенант, пәленже епсер құжаттарыңыз. Аха, қазір. Қырсыққанда құжаттарымды таппай қаламыз. Қырсыққанда үйде тастап кетсем таң қалмаймын ғой. Қайда ғой? Мәніз. Құжаттарыңыз орында. Артқы есікті ашыңызшы. Қырсыққанда артқы есіктің тұтқасы сынып қалады ғой. Жарайды. Бұлай қарай саламын. Ішінде ештеңе жоқ па бұлай өзі? Қырсыққанда бірдеңке тауып аласыз ғой. Ішінде таза екен. Жақсы, жолыңыз болсын. Жүре беріңіз. Рахмет. Қырсыққанда қызыл жанғанда жібере салғандай. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Қырсық неме? Бәрінен қырсыққанда дұрыс болғанын қарашы. Одан басқа біреу тоқтата салым керек. Қырсық. Камила, бүгінгі бітпей қалған құжаттарды бересіз ма? Үйге барып қарайсың. Жарайды. Қаншама жұмыс. Әттіқша ертең жұмысқа кешікпей кел. Ертең бізде демалыс қой. Жұмыс деп аптаның қай күн екенді ұмытып қалатын болдық қой, келесі апта қалатын болдық. Қаншама жұмыс бар енді. Сіз сондай еңбекқор жансыз, халықтың қамын үнемі ойлайсыз да жүресіз ғой, сізге демалу керек. Расында да бір демалу керек еді. Ертең кешке не істейсің сен? Ертең кешке менің қолым бос. Қолың бос па не? Да, мына құжаттардың барлығын ертең толтырып алып кел. Жұмысқа келген саласынан. Мына костюм қалай? Ашық түстері көп сияқты. Басқа түсін киіп көрсемші. Ой, әсел, саған мына киімде бәрі күлетін болады. Саған андай бар ғой.
салмақтырақ киіну керек сияқты андай. Салмақтырақ? Ой, айнағай. Мінекей еткен. Ал, дастарханға береке берсін. Ал, Абайластық қой. Абыра. Ай, тоқтай тұр. Сенің мына алтын көршілерің келмей ме? қандай алтын көршілер? Ай, сен мына түгеншевтерді шақырып келдім деген жоқсың. Олар келмейді болды. О, келмесе, тіптен жақсы. Өзіме жей береміз. Серік, онда сен мына табаққа қара, мен мына табаққа қарайын. Тепе-теңдік болсын да? Болды. Тұра тұрыңыздар, мен суретке түсіріп инстаграмға салып қояйын, ана келмеген көршілер көріп, іштері күйсін. Тоқташы, ай, бұлдырламай. Сонда сен оны шақырдың ба оларды, әлде шақырмадың ба? Сен де қызықсың, не деп шақырамын оларды? Онда мен неге таң атпай тұрлық тұрдың, ет астырып? Енді өздерің ғой енді. Үйге қонақ келмесе ет аспайсыңдар. Алдауға тура кет. Ту, ата, ет жегіңіз келсе айтпайсыз ба? Былай асып беретін едім ғой мен. Айтып. Келінжан ау, сен жұмыстасың ғой. Демалысқа дейін шыдамадым. Мына аналарыңа сөзім өтпейді ғой мен. Сенің бар ғой шал, мына етке түсің өтпейді. Сен оны уайымдама. Сен былай істе. Бар да ана сорпаға құрт араластырып алып кеш. Көке, бастаңыз дейсіз енді. Тұра тұр. Сен былай істе. Біз бастағаннан кейін 5 минуттен кейін жеш мына түріңмен сен түк қалдырмайтын түрің бар. Шал, есің дұрыс па, суық қанат тамақ. Жарайды, мен ақ бастайын. Мына әкелеріңнен бір ай үлкендігім бар. Ал, бісміллә. Ал.